Итальян тілін үйреніп бастап жатқандарға сәлем. Менің атым Марина Мамакова, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда итальян тіліндегі зат есімдер туралы айтатын боламын. Жалпы барлық итальян сөздер дауысты дыбыспен аяқталады. Мысалы, la casa, үй, il bambino, кішкентай бала, il cane, ит. Ал қалған басқа дауысты дыбыспен айналмайтын сөздер, мысалы, il film, фильм, il bar, бар, олар шетелдік сөздер. Итальян тілінде зат есімдер жыныстық категорияға бөлінеді. Яғни еркектерге маскиле, немесе әйелдерге феминиле. Сондай-ақ жекеше және көпше түрге бөлінеді. Сонымен бірінші ерлік зат есімдерді қарастырайық. О мен аяқталатын зат есімдер. Мысалы, il ragazzo, жігіт, il libro, кітап. Дауыссыз дыбыспен аяқталатын зат есімдер. Мысалы, il film, фильм, il bar, бар. Ма мен аяқталатын зат есімдер. Мысалы, il problema, проблема, мәселе. Il sistema, жүйе. Il tema, тақырып. Мұнда айта кетейін, кейбір о мен аяқталатын зат есімдер әйелдік зат есімдер болып саналады. Мысалы, la mano, қол, la foto, фото, la moto, мотоцикл. Ал енді әйелдік зат есімдерді қарастырайық. А мен аяқталатын зат есімдер. Мысалы, la ragazza, қыз, la casa, үй. И мен аяқталатын зат есімдер. Мысалы, la crisi, кризис, la tesi, тезис. Та, ту, екпін соңғы әріпке түсетін зат есімдер. Мысалы үшін, la città, қала, la gioventù, жастық. Дионе, гионе, ционеге аяқталатын зат есімдер. Мысалы, la televisione, теледидар, la stagione, жыл мезгілі, l'organizzazione, мекеме. Мен аяқталатын зат есімдер бар. Олар ерлік немесе әйелдік зат есімдер болып келеді. Мысалы, il padre, әке, il pane, нан, la madre, ана, la nave, кеме. Итальян тілінде адамдардың есімдері де солай бөлінеді. Мысалы, менің атым Марина, аға аяқталады, әйел адамның аты. Марино, оға аяқталса, онда ер адамның аты болып кетеді. Дина, әйел адамның аты, Дино, ер адамның аты. Ал сіз қандай италиялық есімдерді білетіңізді төменге комментарияға жазып қойыңыздар. Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Егер де сізге бұл видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз және менің каналыма тіркеліңіз. Бәріңізге рахмет. Чао-чао.